Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қазақ елі, сіздер Олжасханның каналындасыздар. Осы каналда соңғы видео мен туған күнінен кейін влог болатын. Ол влогты мен барлығы желкемнен шығарды. Құрметті оқырмандар, бұл влог не жайлы болады? Сіздер көп блогерлардан көрген шығарсыздар. Российский блогерлар болсын, басқа американский блогерлар болсын, бір ручкадан үйге дейін жетіп атады, ауыстырып. И мен де соны түсірейін деп шештім. Неге түсірмеске? Ал мен қандай затымнан бастаймын? Үйді әрі шарладым, бері шарладым, іздедім, таппадым. Мен анандай арзан дүниеден емес, нормальный нәрседен бастаймын. Ол менің сағатым. Бағасы 130 мың ба, 140 мың. Сондай. Осы сағатымды бүгін өзімнің жақындарыма барып, кім ауысат, кім бұдан қымбатырақ дүние береді, немесе осымен бағасы бірдей зат береді. Ал бізде анандай цель жоқ. Осындайға жету керек, мынандай нәрсеге дейін жету керек деген. Бізде 48 сағат уақыт бар, болды. Или 12 сағат. Ну, үшін көреміз. Мен өзім болды, стоп, осы жетеді дегенге де тоқтатамыз. Мен бұл сағатпен неге дейін жете аламын. И сосын менен барлығы сұрайды, сен қазір қайда тұрып жатсың дейді. Мен Астанадамын, данный момент Астанадамын. И Астанада ауа райы бүгін керемет болып тұр. Видео бастамай тұрып бірден көрсетейін. Ана жерде жатқан қызды көріпсің ба? Сол қызбен танысайын ба барып? А? Сен алыстан түсіріп тұрсың только, иә? Жарай ма? Қа танысам. Бота қызған қалмай ма? Қарындас, сізбен танысуға бола ма? Атым Олжас. Ау, күйеуіңіз бар ма? Кешіріңіз. Басы бос емес екен. Жарайды, көп созбаймыз. Ал енді мына сағатпен қандай затқа дейін жетеді екенбіз? Көріңіздер. Бұл Талғат деген бауырымыз. Талғат, короче, мен проект түсіріп отырмын ютубқа. И мынандай ғой. Мендегі бар дүниені мен ауыстырам бір затқа. И мендегі ол сағат. Сен маған бұның құндылығымен немесе бұдан қымбат нәрсе беруің керексің маған. Жоқ, не бар бұдан жоғары жоқ қой досым. Ну, білмеймін, енді көр енді. Тырыс осыған. Қаншама мың халық көреді енді. Азғырып атса де. Бұдан бұйшы жоқ қой досым. Болмаса дальше жүре берейік біз онда. Одеколон арзан тұрады. Дос, бұдан асатын зат жоқ менде. Серьезно. Минуста қалмайсың бірақ. Мынаны алсаң. Қымбат зат жоқ болып тұр менде. Или жұмысындағы адамдарға барып айтамыз. Өзіміздің бутикке барып ше. Братчикалар айтып ше. Мынадан қымбат не бар ше? Телефон бар ғой бәлем досым ше. Ауысасың ба? Барғаннан кейін точно ауысу керек қой. Білейін досым. Ыңғайшы жағдай қалдырып отырсың ғой. Берші мен звондайыншы соткам деші досым. Қайта берейік бәлді? Қайта берейік деймін. Тоқташы досым. Газель айдайсың бәлді? Газель? Қандай? Қандай дейді? Газель қандай дейді? Кони қалайсың? Жақсы, что там не болып қалды? Кони каз ана неге барамыз анандай неде типа влог қой. Соны ше не бар, қандай зат бар? Давай. Менде бар сеткалардың бәрі бар, бірақ арзан тұрады досым. Қойшы, оны жалко, мынау қымбат тұрады ол. Сонымен отказ ба? Жоқ, менде отказ болып тұрған жоқ досым. Менде бар, бірақ арзан тұрады олар. Еркекше арзан тұрады. Мен мына алған соң саған беремін, оны алмаймын өзім. Жоқ, бұл не болады ғой? Қалады ғой сен деп. Мен Олжас бауырымдікі деп тауып жүресің. Жоқ, біз ешкімге айтып жатқан жоқпыз. Бәріне барамыз осылай. Осымен қызық қой досым. Осымен қызық қой. Әркім нар тәуекел деп не бар енді? Күйген дүние күйіп кетсін деп. Неге ауыстырасыз? Досым, неде? Ана жақта бар ғой, если смело сеткісіп бере аламын ше, ауыз барып ше, түсіріп ше, мынаны ауыстыруға деп ше досым. Кім бар? Айдавлет дейтін бар досым ше. Мында көрсетші сразу. Дастыр. Үміт бар әлі, үміт бар. Давай, кет досым. А? Кел дейді, смело. Смело? Е. Барамыз, да? Е. Короче, Талғаттың жұмыс істейтін жеріне барамыз. Дальше кеттік енді. Қызық болайын деп тұр қазір. Жүр кеттік, отыр. Есілге келдік, жүріңдер. Көрейік. Осыны айттым міне? Е. Қойш? Базар жоқ да. Сразу міне осыны кетем міне. iPhone 11. Осыған точно ауысады ғой, е? Базар жоқ. Міне, короче, сразу ойланбай iPhone 11-ге ауыстырам дейді. Мына қанша тұрады? 190 мың. Стоит қой? Новый еще ашылмаған. Новый. Ну, қандай бутик өзің, не бұл? Короче, Pro Mobile. Есіл плазаға келсіңдер, осы жерде жақсы бағамен ала аласыңдар. Телефон ғана па? Тағы не бар? Телефон, наушниктар, кез келді электроникаға қатысы бар заттар бізде. Dyson, PlayStation, бәрі бар, Apple Watch, бұл телефондар болсын, трейдинг бағдарламасы. Ремонт бар ма? Ремонт әзірге орай жоқ. Чисто осы сатасыңдар. В общем, Pro Mobile. Келіңіздер, Есілде. Астанада барлығы білет, Есілде. 39-шы бутик. Все. Точно басасың, міне. Базар жоқ, сағатты iPhone-ға ауыстырып алды. iPhone 11 қолда, сағат мына кісінің қолында. Көрсет қойшы, брат, кәне.
Все, красавчик Всё, Талғат, досым. мойындадым. Нормально ма? Талғат абыроймен кетіп бара жатыр. Газель айдамайсың досым. Молодец, красавчик. Дальше кеттік біз. Сразу біріншіден қымбат дүниеге ауысып кеткен қалай кетті? Все, короче, промобайлдан келіп телефонға ауыстырып алдық. Міне инстаграмы бар, если что, Астанада. И біз дальше кеттік. Кімге барамыз? Қазір ол қызық болады. Әсетке келдік. Короче, Әсет мынандай ғой. Ана бар ғой. Обмен. С чего-то, до бір нәрсеге дейін қарасың. Бір қаламнан бір нәрсеге дейін. Мен саған бұны басып. бір қымбатыға барған кезде. Да, досым мен енді басып отырмын. Вот саған жеңіл болсын деп. Қойш. Иә. Бірақ мен өзімнің анандай мелочтан бастаған жоқпын. Досым ана гэс сағатым бар ғой, бірге алдық қой бәріміз. Жасыл. 140 мың ба, 130 мың алдық қой. Соның барында Талғатқа бардым сонымен. Бірақ жеңіл болсын деп ол ауыстырды. Не бердің? Студию. iPhone 11. Новый, запечатанный. Енді сен бұмен саған сол үшін келдім. Абырой үшін енді. Дальше кете беремін. Дальше Нұрдәулеттерге барам, анда барам, бәріне барам. қиын болу үшін бір нәрсе беру керек па? Саған жеңіл болсын деп досым. Мен қазір ана Нұрдәулеттерге барсам, саған келсем, саған вообще қиын болып кетеді. Но саған жеңілдік үшін. Новый, ашылмаған. Кому-то подаришь или что-то сделаешь. Сен не бере аласың маған бұған. Бұны орна. Не берейін? Чоң орна вообще не беру? Сколько примерно стоит? 220 мың. 220 мың? Только ақшамен болмайды. Ал былай бола ма, типа, например, сен iPhone керек емес, мен саған еще тоже, типа, бұдан қымбат тұрады, тоже то бір нәрсе тоже интересный. Потому что у меня есть дома классный бір күшті нәрсе бар, бұл такой запоминающий. Қымбат па? Қымбат бірақ. Или бағасы жетпей тұрғаннан кейін солай айтып тұрсың? Жоқ, оның бағасы мынадан 50 мыңға қымбат болып тұр. 220 мың? Алып шықсай бар. Да. Тез только. Біреуді алып шыға салсай? Давай. Кеттік нәрік, үйге ұйықтаймыз. Не алып шығады екен, интересный ма точно? Ана ақ жолдың мынандай мысығын алып шығып жүрмесін? Подарит еткен. Сендер қазір Әсет келгенше комментарийға тез кіріңдер де максимум неге дейін жетем, анда айналдырмай до конца көріп алмай, өздерінің ойларын жазыңдаршы, максимум өз ойым осыға дейін жетесін деген сияқты. Короче, мынандай соған қағаз қыстырғышпен, короче, бір нәрсеге дейін жетеді, бір машинаға дейін жетеді деп ойладым мен примерно. Сосын не берсек болады дедік та. Это, наверное, сейчас как подстава болатын сияқты шығар. Но мы немного подготовились. Надан қымбат деді, надан 50 мыңға қымбат деді. 270 мың теңге ма? 250 мыңның заты ғой, саған айтқан. Не ол? Сағат па, білмеймін ғой, не екен. Жоқ, ондай сағат жоқ қой, мен білемін оны. Мы вышли, мы были готовы осындай ойынға, по сути. Менде андай болған жоқ. Мен изначально, типа, қазір если маған олжас бір подаркпен келсе, мен оның подарканы алып, мен үстіне бір нәрсе берген орнына, мынандай мен басқа лучше бір тоже прикольный бір зат берсем, сол абзалырақ болады деп ойладым да, короче. Сол үшін алып шықтым подаркымды. Оригинальный шлем родной. Не шлем бұл? Бұл қайдан алып жүрсің сен? Машина дейтін шлем ғой. Мотоцикл емес па? Мотоцикл дейсің ғой енді машина деп. Зато я думаю, всем будет интересно. Үйіне біреу сувенир қоя салады, например, сен оларға бересің біреудің бір браслетін. Иә, біреудің бір браслетін, біреудің сағатын, бір нәрсе Но берейінші. қанша тұрады сонда? 250 270. Қой. Досым, я тебя отвечаю, 270 тұрады. Қалай? 270 тұрады деп айта аласың ма? Сен қайдан алдың бұны? Сенсей маған? Періп кеттің ба бір жерден? Жоқ. Короче, ранайым шынында дейм ба? 270 мың тұрады, мен бірақ басқа жолмен алдым да бұны. Сәл басқа жолдан. Сен сосын да айтып жатсың ба маған, типа, сен подарканы алмай қойын деп? Да. Четкі негізі, иә? Басқа жолмен дегенде жаман жолмен емес. Екеуімен нені алсасың? Я, зато так поинтереснее будет. И подороже будет зато родной сразу. Точно ма? Я, сен айтасың зато вот менде. Мынау 220 мың, мынау 270 мың, общий 500 мың теңге бар деп айтасың. На что ты готова обменяться деп айтасың? Мен қалай дәлелдеймін 270 мың тұратын? Айтса Әсетке сенсе десе. Өтірік айтпаймын ғой. Ой, бай шешем мынау. Не болып қалды досым? PUBG болды ма? Анандай мопедті айдаған. Пицца таситын ма? Досым, сондай ма не? Аны тақып қоямын. Ана 270 мың тұра ма мопедистер, мотоциклистер? Біз білдік қой сен келетін білесің ба? Біз осылай, именно осы проект түсіріп, сен типа скобочка ма? Скобочка дейтін бе? Не дейтін еді? Скрепка, скобочка деп келатыр ғой, манадан бері екеуміз. Скрепканы алып көріп, сонымен бір машинаға дейін жетеді деген ойдамыз родной. Досым, өзің ойын неге дейін жетеді? Машинаға дейін жетесің, мен ойынша. Иә. Бір досым бір сороковка ма, соның пример бағасына қарай досым бір 9 миллионның, 8 миллионның. Досым оған жете алмайды сияқтың ба? Жетесің досым. Короче, Әсет айтады маған, қайтып кел дейді. Болмай атса дейді. Өтпей атса қайтып келіңдер. Точно ма? В общем, 500 мың теңге қалтада сағаттан басамын досым. Талғатынан берді ғой. Жалынып біреуге. Болды онда. Дальше онда біз кімге кетеміз? ННН-ге барайық кеттік. Нұрдәулет,
бере ма достойндар ше? Иә досым. Бізбен қатарлы, например, ше бәріміз Иә, типа жас ма? иә, примерно біздің поколение бітті. Сосын басқа поколениеға. Иә. Қазір пока бастапқыға молодежьларға барып алайық. Сосын біраз бизнесмендерге барамыз. Давай досым, сәттілік саған. Досым, мен машина жетеді деген ойдамын сен. Сен шустрисың ғой, иә. Жетесің. Жету керек енді. Болды, короче. Дальше кеттік. Кімге барамыз? Қазақстандағы ең простой, ең богатый блогер НННнің үйіне келдік. Зәулім сарайда тұрады ғой. Анау адамдарды кіргізбейді ғой, короче. Ассалаумағалейкум. ННН керек бізге, ННН. Опа, не істеп жүрсіңдер бәрі? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жатыр? Жақсысың ба? Ойлаватырмын да саған соңғы келу керек еді. Соңғы? Бірінші бастасай. Қазақ контентін бірге бастағанда біріміз ғой. Ана тематика бар ғой, білесің ба? Қандай? Обмен деген. Обмен? Бір обмен істеп жатсың ба заттар? Иә. Сонда ғой, короче. Бірақ уже нормально неге жетіп қалдым мен. Не обмен істеп жатсың? Короче, мен бірінші бардым, сағатынан басталды. Стоимость 450-500 мың болып тұр. Мынау базар жоқ екен, е? Сен қызбен айдап жүрген шлем емес ғой, отырғыз, қыздар отырғыз. Өзімдікі видео тұр. Видео ма? Қызбен қандай қызбен, бірақ қызбен жүремін ғой мен. Ой, не оқыған, Бека? Не оқыған? Ашып берме видеоларыңды? Парашка секрет анамдырсың. Бұл мақсат не? Соңы неге ауыстыру? Мен мақсат жоқ. Ойбай. Көреміз. Максимально неге дейін барам. Кетпей қал. Нені ауыстырсам болады? Неге ауыстырсам болады? Бір жайлап баста кел. Бір Феррариға ауыстыру қымбат болып кетеді слишком. Одан кейін бітіп қалады ғой уже. Бітіп қалады ғой одан кейін. Жоқ негіз бар адамдар. Олар соңына қалдырып қойдым. Қойшы. Кімдер бар? Нормально. Грушаға ауыстырып болмайды, сәйкес келмейді. Қалай көтересің оны? Бір қызықты да анандай берсең, короче, келесі сенен кейінгі келесі адам қиналып қалатындай болсын. Иә, қиналып қалатындай ма? Қазір қолдаймыз ғой енді, қазақша молодец, красавчик. Күнде ана ағыл. Мен кітабымды оқып отырмын. Сен кітабыңды оқып жатыр. Үйде бәрі тәртіп, қалай білім. екен, күшті ме екен? Не бар бұның бағасында екеуіне? Отыр. Соңы немен бітетінін айтпайсың, е? Не қызық? Жоқ, білмеймін. Қайырымдылық бола ма деген бір нәрсе бола ма или ондай? Білмеймін, сондай да болуы мүмкін. Иә. Ол дүние білмеймін соны. Үйге барып көреміз да, үйге? Комнатаға керек жүр, комнатаға білмейсің. Иә. Заодно рум-тур болады. Иә, сәл кішігірім, ешкім түсірмеді үшін негізі. Иә. НННнің үйі. Сен бағасын айта аласың ба, қанша снимать ететінді? Иә? Қанша? 3 миллион ғой. 3 миллион? Зато тұрайық та бізде қашанғы басқалар тұрады, бізде тұрайық. Мына үйді салып бітем дегенше. Дұрыс, иә. Бұрыс Астана келген Бір себеп жаққа бару керек, бізге қайда барамыз? шетелге бару керек. Қарақалпақстан, Нүкіске бару керек міндетті түрде. Жашы именно осы сөзден кейін Қарақалпақстан, Нүкіс деген комментарий толады ғой. Қайш? Иә. Болды ғой. Барайық па? Мына шпагатқа отыратын ауыз бұтымды айырып көресің. Қанша ғана айырып көреміз сен? Мен айыра алмаймын. Көрші, отсай көрейік. Бекаңын айыр екен. Уже айырып тастағанмын ғой мен. Нормально ауырып отқан жоқ па? Ауырды ба? Сәл уже қысылып отыр. Сабасам болады. Ботан жақсы көресің ба? Болсын, доказательно спагатта отырамын ғой. Не бұл, гардеробың ба? Не, шашылып жатыр сәл. Не бар өшті ауыстыратын? Садақтың бағасы ол жетпейді ол. Нұрдәулеттің үйінде, короче, андай тамақ пісіретін кісілерге дейін бар ғой. Дым пісірмейді, жатады, аяқ көтеріп қойды. Үйленетін қызыма алтын сырға. Уайымдама қойсам болады. Былай істеймін да жүрмін. Сырттан бе тауамын бір нәрсе. Нұрдәулет маған қазір не берейін деп жатыр. Не берейін деп жатсың, айтшы, не берейін деп жатсың? Жеткізе аласың ба сен оны бірақ? Короче, енді менде ішіге ама табы ауыстыратын. Енді оқырмандарға қызық болу үшін мафет бар бір. Мафет? Иә. Қойшы, мафет берем, қазір жүрсе көреміз бірінші. Мафет, айфонға мафет қойын кетіп қалды қой. Қазақ контенті үшін қара, таңдап ал. Мынау енді өзім қосам біреуін. Танк тұр. Гараж дейсіз ғой. Скорпион деген ба сол мынау не аты қандай өзі білмеймін. Ең қайсысы күшті мынау қойдың? Жоқ. Танк күшті. Танк бірақ сәл не қылып бұзылып тұр ғой. Мына ауыстыру керек. Сол темасы не объем. Қайсы? Көп ол директордікі. Мына біреудікі саған бержейін деп отыр. Ертең орнына өзім қою керекпін. Қойшы? Иә. Если что, просто мафет қой енді. Досымнан екінші тұрғанды алсайықшы міне. Давай, тарс шығарбасын, шығаршы. Бәрін зат қосады ғой, мынадан қарағанда. Нормально. Болды әдемі ғой, Зор ма? Саған кім мафет береді şimdi? Әшін. Как раз родной былай істеймін. Мафеттің бағасы әр жерде әртүрлі да. Айфонды мен оқырманыма сыйлаймын. Ал мынаны шлемді. Осы мафет алған адамға сразу үстіне қосып берсей. Қойшы. Вообще мынау бағасында қанша болып кетті бір? Қанша болды? Мынау енді әдем $1000 деші наны. $500 дейік. Мынау $270. $1500 заты ол. Наны аласың. Кейді. Мен негізі алып қалғым келіп тұр шындай айтсам ше. Тема иә? Мынау тема. Мен басым дәулегім ма? Гаишін тоқтатпайды мынаны киіп алса ше, түрі қорқынышты. Бәлеқор мафет иістер болады, сондай сияқты болып тұр түрі. Қаша, қазақ контент дамыта бер одной. Ал мен аны қазір көшеде бір айфонға оқырмандама бере саламын бір. Ойнатып бір тас лақтырып береді. Әшейін ғой бұл кісілерге. Ең простой қазақ
Ең бай қазақ ННН. Ең бай қазақ, ең простой қазақ. Ең бай қазақ, ең простой қазақ ННН. Красавчик. Все, шапалақтап қойсаңдаршы. Лайк бол. Енді келесінде вообще бір анда масштабныймен келем. Ол кезде уже жесткий нәрсе. Бір сәл ақша жинағанда келеді. Чотам! Короче, қарасын, аккумулятор өліп қалған екен. Мен жасылын алып бара жатырмын. Жақсы. Болды ма? Жасыл. Бұл тас кетіп қалшы, қазір тағы бір нәрсе ауыстырмай тұрмын. Болды ма, четко. Алдарыңызда мопед. Мына жауып қойсай, әдемі болып тұрады. Все, шлем мен мопед бар. Дальше кеттік. Артемға келдік. GG маркетқа. Бекаға әлі көрсетпеу керек қой, примерно ше. Мұн жаққа жетеміз дегенше сәл не болып қалды, уақыт жоғалтып алды. Жаным қалмады, ойын бар ғой. Не болып кетті? Қайсыздар? Әлхамдулилля, өздерің? Нұрдәулет сізге жіберді бізді. Да? Иә. Бауырым ба? Неше магазиніңіз бар мына жерде? 12 ғой. 12? Әрқайсына кіріп келген шығармыз. Да? Осылай тіке былай кете берсең шыға береді алдынан. Полностью боласыздар деге. Аха. Короче, мынандай ғой, ютубқа проект түсіріп жатырмыз. Анандай блогерлардікін көріп беріңіз, абымен жасайды ғой. Бір заттан бір затқа жету деген сияқты. Қаламнан үйге дейін жету деген сияқты. Енді біз де сол жолдан өткенбіз. Қайсы? Иә. Мен бастамасынан көрдім ба, Артемнің алды. Иә. Сол жерден бір телефон сатып, оның орнына кішкене қымбаттау телефон алып, оны сатып, 2 телефон алып, 2 телефон, 3 телефон құрап, солай магазин аштым ғой. Бірақ біз қандай уақытша сразу бір күнде ғой. Бірден ба? Бірден ол қалай болады деген ғой. Біреуді алдамасынан қиын болады ғой. Мен сағаттан бастадым, өзімнің сағатымнан. Содан айфонға ауыстым. Ол жақсы негізінде. Айфоннан, короче, шлемге ауыстым. Ол шлем бірақ айфонмен бірге келді. Сонымен Нұрдәулетке бардым ғой. Да? Иә. Болдым да. Нұрдәулет алды, короче, мынаған ауыстырды ғой. Қайсылан? Мынаған ба? Иә. Оригинал 270 мың тұратын шлемнен. Мен, не берем мен бұған? Мен телефон бала ма? Білмеймін, бағасы, короче, $2,500 болды. $1,500 ма? $1,500. Не берсем болады өзі? Қарап көрсеңіз болады, ойланып. Жаман күреседі деген жүр кіріп ішке кірген. Или алтын берейін ба, или телефон берейін ба, не өзі? Білмеймін, бағасы бірдей болу керек, немесе жоғары болу керек. Мен қайсының бағасы бірдей екенін білмеймін, родной негізі шындап келгенде. Телефондар қатты не жоғал бізде. Или өзінің телефон, ұстап жүрген телефон 15 Pro Max 1 терабайт. Осын бере салайын ба? 700 мың алғамыз. Керек емес па? Еше басқасын алам, родной. Точно ма? Точно, родной. Өзім недавно алғам негізі, по идее, родной. Коробкасы бар қайда, үйде ма сізде? Да, коробкасы үйде ғой деймін, по-моему, или жұмыста. Мына өзімдікі мына негізі мына фотомда тұр, по идее ше. Да. Бағасасы ба точно? Да, ма. Стоит қой. Стоит шығар енді. Әке қолды, родной. Бағалары да. iPhone 15 Pro Max 1 терабайт. Так, миллион тұрады қазір. Енді мынаны біреуге ойнатасың десей, короче. Өзіңіз білесіз ғой міне. Давай. Қолыңызға. Болды, абдышер родной. Шлемі қайда? Ойбайшы, шлемнің өзі необычный екен ғой өзі. 270, мынанікі емес. Бұны мен ауыстырғам ғой айфонға негізі. 270 мың теңге тұрады. Мынаның өзі бір, мына мотоциклдан қымбат тұрады ғой? Примерно бағасымен бірдей оқылады. Сондай болады? Мына мотоцикл қайдан, бірақ мына шлемі ұнады, по идее. Мынаның ішіне шығып кетпейсіз ба, ана неңізден? Да, мен қазір айқоттан шығып кетейін. Базар жоқ. Айфон. Ал, абдышер родной. Енді Макс. Базар жоқ па? 15 Pro Max-қа кетіп қалдық қой досым. Болды, осымен тоқтата салам ғой деймін. Келесі біздің баратын адамдар, ол менің партнерларым. Мен магазин бар ғой, Rise Diamond. Сондағы менімен бірге партнерларым. Олардың енді қазір көреміз не ұсына алатынын. Олар да білмейді мен қандай темамен келетінін. Оларға ескертіп айтып қойдым, бірақ мен келем, дайын отырыңдар деп. YouTubeқа влог түсіріп жатырмын деп. Олар қиындау болған, бірақ телефонға алады ғой, ешкім минуста қалмайды ғой. Сәл қымбаттау болса да болады ғой. Грушара тұрамыз оған дейін. Рекорд 991 болып тұр екен. Бека, делай өзің. Короче, Артемға келіп жатсаңдар, мына грушаны көрсеңдер, мынаны асып мен Инстаграмға отмечать етіңдер. 178. Жәкен, короче, өз телефонын емес, новый, запечатанный, новыйын берем деді ғой. Ана телефондағы барлығын жіберу вертяк деп жатыр да. Қазір күтіп тұрмыз. Сағат нешеде келдік? Примерно 1 сағат болды мына жерде күтіп отырғанымызға. Содан кейін қайда барамыз дальше? Осымен тоқтата саламыз ба? Ергеш, тоқтата саламыз ба? Примерно бір 2 миллион затына шығап барамыз ау. Бір күнде ма? 100 мың теңгеден 2 миллионға қалай жетуге болады бір күнде? Біз сіздерге көрсетеміз. Келе жатыр ғой не? Новый ма не? Қайырғысаң бүтін қыл дейді ғой, запечатан 256 гигабайт. Просто мен өзім телефонды бермекші болдым, бірақ ішіндегі өткізем, мынау таң атады ма деп запечатан бергенім ғой, короче. Новый.
құтты болсын бауырым. Нотно, рахмет. Да, от души. Сізге берекет. Сізге де. iPhone 15 Pro Max соңғы модель. Осымен тоқтата салайын ба, дальше ұра берейін ба? Ұра бер, родной. Рахмет. Возможно болса ұра берші, родной. Сізге берекет берсін. Болды. Да, родной. Бұдан артығын бермейді ешкім енді, 16 шыққан жоқ әлі. Жоқ, болғанда бере салатын едім, 16 шыққанда. Последний осы болып тұр енді. Жақсы, рахмет. Болды, алхамдулилlah. Сізге берекет берсін. Тағы жігіттер, аман болсын. Дай оғандар, родной. Все, мопед кіргізіп аласыз ғой сіз? Да, болды, родной. Ал енді мен қайда келдім? Өзімнің Rise Diamond-ма біздің партнерлар қалай істейді екен көреміз, кеттік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы. Дайын отырсыздар ғой? Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Қалыңыз қалай? Бізде не болып жатыр? Проект YouTube-ға обмен болып жатыр. Мынандай ручкадан бастадым. Немеге жетім деп ойлайсыз вообще? Қорқамайды олар. Оны айтам, ручкадан емес, сағатынан бастадым. iPhone 15 Pro Max-қа дейін жеттім ғой. Қанша тұрады? Қанша білмеймін. 600 ба 700 тұрады. Осы обмен жасау керек. Иә, сіз или аға. Обмен жаса. Давай бриллиантпен обмен жасаймын саған. Ойбай, бриллиантпен кімге барамын мен қазір? Любой адамға барайын, бриллиант инвестиция алтынмен бірге. Өзім бриллиант алдым ғой, знаете. Мен, короче, бірінші бір балаға бардым. Ол бала iPhone берді маған, 11. Сосын бардым, Әсет деген досыма, ол маған шлем берді. Бірақ ол менен iPhone алған жоқ. Осы iPhone екеуімен бірге бар деді. В общем, 500 болып кетті. Сонымен бардым да Нұрдәулетке бардым. Нұрдәулет маған мопед берді. Ноп новый салафанда. Шлемді тоже бере салды. iPhone-ды ғана қалып қалды. Содан кейін кімге бардық? GGG Жасиққа бардық. Ол маған iPhone 15 Pro Max-ын бере салды. Мопедті ғана қалып қалды. Біз iPhone алып қалмаймыз. Неге? Но біз үстінен қосып береміз давай. Ойбай, не болып кетті? Қайыршы болып қалдым ғой мен. Мне так интересно будет, что в конце будет. Жоқ, сіздерге не болып, минус болып қалмай ма? Негізі ауыстырған дұрыс еді, немені? Ойбай. 920 тұрады. Ема. 1 карат бриллианты бар, 678 грамм. Мамнан біреуге жалко ғой. Осымен тоқтата саламыз ғой. Көрдіңдер ма? Бір бриллиант, короче. Бір карат бағасы міне 950 мың. В общем, 2 миллион болды ма почти? Жоқ, ойланыңыздар сәж, может iPhone қалып қойып жүр. Жоқ, iPhone-ды ал көрейік дальше не болады. Ема. Мына одан да өзімге алып кетуім келеседі. Мына қандай размер? 17 ма? 17. Үйге барып ботан деген салсаң. Жай бар ботан 2 саусағына тықпайсың ба дейді. Менің Астана қаласындағы, в общем, Қазақстан бойынша оқырмандарыма, менің оқырмандарым менің магазиніме келіп, егерде бриллиант немесе любой кім не алғысы келеді, осы қанша процент скидка істейміз? Білмеймін. 60? 60 жасады бриллиантқа. 50-ден де көп қоя. 60% скидка жасаймыз оқырмандарыма чисто. Алтында оптовый бағасымен береміз, және де бриллиант кеп алсаңдар менің атымнан. Мен өйткені мұнда болмаймын. Просто ол жасқан оқырманымның скидка бар ма десеңдер, болды сендерге 60%-қа дейін скидка істейді. Имейте в виду. Арада 2 күн өтті, біз соңында келдік Rise Diamond-ға, бізге жүзік берді. Ол жүзік пен iPhone-ды неге мен дальше ауыстырмадым, осы аралықта оған бір себептер болып қалды. Мен оны келесі влогқа қалдырғым келіп жатыр. Келесі бір қызықты влог болады. Осымен тоқтатамыз. В общем, мен 130 мың теңгенің, 150 мың ба, 130 мың теңгенің сағатынан почти 2 миллионға дейін товар алдым. Бір неше сағаттың ішінде? 5-6 сағаттың ішінде. 5-6 сағаттың ішінде. Короче, ол қазір менің қолымда тұр. Оны келесі влогқа қалдырамыз. Бұнымен не істейміз? Осы екеу үшін маған махаббатыңды бересің ба? Без этого берем. Қой, не, серьезно. Вот осыны екеуін сен махаббатына ауыстырам. Маған керек емес. Керек емес па? Қалай алсам болады сендегі махаббатты? Просто өзің жақсы көрсең. Мейлі мыңғырлап тұрсың, қатырақ сөйлейші. Өзің жақсы көрсең болды. Өзің жақсы көрсең? Короче, жасырып не қыламыз, сен өзің айтшы, давай. Біз доспыз. Бәрі так біледі, біз осы уақытқа дейін бірге жүрдік. Көп уақыт аралықта, короче, біз бір-бірімізге өте қатты бауыр басып қалдық. Біз сразу үйленіп кете салдық. Оны біз ешкімге айтқан жоқ. Жоқ, айтатын сәт келді, мне кажется, болды. Жасырып не қыламыз. Сендер оны и так білесіңдер. Біз жүрген кезде де қаныш бәрі сұрай береді. Сондықтан айта салайық, біз жүреміз. Болды. Ол андай не емес, просто жүреміз. Бітті. Алла қаласа бұйыртса үйленеміз. Ертең жетісі папасымен танысуға кетіп баратырмын Алматыға. Жоғдан. Серьезно кетіп баратырмын ошол. А мына 2 сыйлықты Алла қаласа келесі влогқа бір задание берем. Соны істеген адамдар ұтып алады. Сонда сен мені якшы көресің ба? Якшы көрем. Якшы? Ойбай. Саламатсыз. Біз андай жай не түсіріп жатқанбыз ғой, жай. Сұрақ жауап.
И бүгін бізде Rise Diamond'та уже конкурс басталды масштабный. Келесіңдер, Rise Diamond'ға Астана қаласында болсаңдар келесіңдер. Иманова 19 адресында Алмата деген бизнес-центр. Мына жерде браслеттің 13 түсі бар. Келесіздер, аласыздар, сіздерге талон береді. Сол талонды барабанға саласыздар. Бақтарыңыз жансын, үйлі болыңыздар. Ойнатылып жатқан сыйлықтардың барлығы осы жерде көз алдарыңызда болады. Мотоциклін тігіп жатырмын еще. Қайдан сіз Инстаграмнан көріп келіп жатсыз? Жаңағы сіздің парақшаңыздан көрдім 1 сағат бұрын. Сәттілік. Рахмет. Ұтысты болыңыз. Осылай өздеріңіз Астана қаласынан болсаңыздар келіп, өздеріңіздің қолдарыңызбен алып, толтырып салып кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Қазақстанның барлық қалаларынан қатысуға болады. Rise Diamond сіздерді күтеді. Келесі влогты күтіңіздер. Ал мен ертең уже Ботаның папасымен танысуға кетіп баратырмын. Көпшіліктің сұрап жүрген сұрағына жауап осы болды. Осыдан кейін бұл тема қозғалмай қойсын. Досым деп айтпай қойып бір-бірімізге. Жағы прикол ғой негізі. Клап көрініп тұр ғой былай жүретініміз негізі. Көз тимесіне. Келіп осылай алып фотоға түсіп, барабанға салып атқандар видеоға түсіріп мен Инстаграмда отмечать етіңдер, мен өзіме сторис қалып кетіп отырамын. Барлықтарыңызға сәттілік, келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Жақсы көресің.